Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Фатина. Бүгінгі видео қош келдіңдер достар. Бүгінгі видеода бізде бір блок выживания және бұл рандомный блоктар. Бізде қазір кішкене қолданылған кирка берілген және каменный меч, нан және верстак пен печка бар достар. Біз кирканы құртпаймыз пока что. Так, бізде инвентарь сақтала ма екен достар, мен оны білмеймін. Так, сақталады екен достар. Енді ұзақ уақыт бойы осыны зиратты сындыратын боламыз. Себебі оны сындыру өте қиын достар. Обсидиан бұдан тез сынама, бірақ білмеймін достар. Так, кейін жалғастырып қалған блоктар сындыра береміз. Так, аралар біз шағалды достар. Себебі біз араның ұясын сындырып тастадық жаңа. Ал біз өзіміздің қазір добывать ететін жеріміздің бәрін осылай жауып қойып. Так, кактустың бізге керек жоқ, сондықтан оны лақтырып жібереміз. Бұл мерді маған менің подписчигім берген болатын достар, сондықтан бұл мерде қандай настройка тұрғанын, не тұрғанын білмеймін. Ол маған жазды комментарийге және осы разговорды өшіріп тастауымды сұрады. Сондықтан сіздер ол комментарияны таба алмайсыздар. Сондықтан ол комментарияны іздемей қойсаңдар да болады достар. Ол маған айтты, кірде осы мермен ойна, бірақ сен сюрприз күтеді және сосын барып айттым. Мерге кіргеннен кейін ол маған айтты, бұл мерде тек рандомный блоктар ғана ашады деп. Және саған бонусный заттар дайындап қойдым деген. Бонусный заттар осы болу керек достар. Так, бізді уже паук лақтырып жіберді сендерге сөйлесіп жатқанда достар. Сендерге мен бәрін түсіндіріп айтып жатқанымда уже мен паук лақтырып жіберіп жатыр. Так, эндермен. Тез оны лақтырып жібереміз осылай. Достар, алмазды алып қаппыз хотя бы. Жаңа өздерін түсінгенде мен дұрыс басында түсінбей қалдым, бірақ сосын түсінгенім бойынша бізде нәшті крипер пайда болды және бізді жарып жіберді. Біздің барлық заттарымыз жарылып кеткен секілді. Бірақ қайттан осы жерді дұрыстап алуымызға блоктарымыз жетеді. Так, енді ұзақ уақыт бойы осы блокты сындыратын боламыз. Так, достар, мен түсінбей тұрған бізге не пауктар тиіспей тұр. Жаңа мен паукты өзім ұрғанда ол бізге шабуыл жасады, бірақ біз ұрмасақ ол бізге тиіспейтін секілді, сондықтан паукқа тимей қояйық десем болмайды достар, сондықтан лақтырып жіберейік, бірақ ол біздің өзімізді лақтырып жібереді. Неге достар?
Қазір біз мына бетке қарай өзіміздің типі островымызды жасаймыз достар. Жаңағындай крипер шыққанда бізді жарып жібермес үшін. Бірақ мына шетте бізге көмектесетін ештеңе жоқ секілді. Мына екі блогымыз бізге түсіп кетеді. Бізге пайдасы жоқ. Так, біз арала шағып алды достар. Және отравление салып кетті. Тездету жұмысын азырақ түсіндіріп жасақ, сосын әрі қарай видеомызды жалғастыра береміз достар. Тек осы болып аздау шықса екен деп отырмын енді. Так, тағы да бір алмаз. Мынау слаймды біз лақтырып жіберейік, паук тоже. Енді өзіміздің островымызды үлгере берейік. Так, жолымызды премиум осындай немесе бұдан ұзағырақ қылып қояйық. Так, енді осылай ары қарай жалғастырып қоя берейік. Так, достар, мен қазір мына блокты ауыстырайын деп тұрмын. Так, бізге бұл блок керек. Алынды ма достар? Алып үлгердім достар. Енді бұның орнына біз блок стилде қоямыз. Және біз тағы да булыжникті алсақ болады. Және мына блокты. Так, достар, бізде что-то телепортация болып жатыр, немесе Майнкрафт миріміз болып жатыр достар. Баг болып қалған секілді, бірақ маған. Кажется, болды. Осы жетіп қалу керек достар. Және әрі қарай осы блок сындырды. Тезірек сындырып тастасақ болды, себебі біз уже жақындап қалды киркамыз сынуға. Тағы 5-6 рет дәл осындай азырақ блок шықса, достар, бізде уже железный киркамыз жоқ болады. Так. Дәл тұрған шетімде өзім құлап кеттім достар. Так, мұны паутинаны қалай алып тастаймыз? Пауктың өзін үстін лақтырып жібереміз. Так, бізге как раз ағаш керек достар.
Балыкты біз былай лақтырып тастасақ болды. Так болмай қалды достар. Балықтың өзін лақтырып жеңіп еді, бірақ ол бізді лақтырып жіберді. Так, енді біз мына шетке өзіміздің тұратын типа үйімізді саламыз. Так, бізде тағы қандай балықтар бар достар. Біз дәл қазір өзіміздің железаларымызды балқыта алсақ болады достар. Бізде алмазный киркаға тек бір железомыз жетпейді достар. Так достар, бізде глиновый блок тұрады екен. Так, ұстап қалдық достар. Жаңағы блокты ұстай алмадық. Болдың алып қалдық. Енді қазір өзімізге керекті блоктарымыз жасап, платформамызды өркете берейік. Так, біз өзімізге бір кровать жасап алайық. Және осы шетке өзімізге точка появления қойып аламыз. Возрождениеміз точкасы осы жерде бізде, және осы жерге қазір криперлерді бәрін жақындатпауымыз керек. Так, бізде 3-4 железомыз дайын. Және тағы да бір железный кирка жасап аламыз біз. Себебі қазір бізде мына киркамыз сынады достар. Сондықтан осылай тұра берсін. Так достар, біздің чуть-чуть ғана жарылып кетуімізге сәл қалды.
дәл жаңа уақытта біз жарылып кетуіміз мүмкін еді достар. Так, достар, біз бұны өлтіре алмай жатық. Так, достар, үлгермей жатырмын. Неге біз кроваттың үстінде пайда болмай тұрмыз? Так, достар, үлгердім. Тағыдан ызырақ. Так, достар, бүгінгі видеоны осы жерден аяқтайтын шығармын. Сендерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын, достар. Және егер сендерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып кетейік. Ал мен бүгінгі видеоны осы жерден аяқтаймын, достар, және сау болыңдар. Келесі видеоны тезірек күтсеңдер, тезірек шыққанын қалап, аса қатты күтіп отырсаңдар, достар, осы видеоға 10 лайк жинап кетейік. Және бұл жолы шынымен де сау болыңдар.